Кеш жарық достар, армысыздар жайдарман сүйер қауым. Жайдары жазда жайдарман сайыстары жалғасын табуда. Жоспарланған кезекті арнайы жобамыз бүгін сіздерге ұсынбақпыз. Жалпы Нұр-Сұлтан қаласы күніне орай ұйымдастырылып отырған Астана кубогы республикалық арнайы жобасы. Бұл сайыста бірнеше тәжірибелі топтармен, сонымен қатар жас командалар қатысады. Дүбірлі дода болмақ. Ендеше бар жандарды жаулаған жайдарман ашық. Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен азаматтық бастамаларды қолдау орталығы грант аясында ұйымдастырылып отырған бүгінгі ойынға 11 топ қатысады. Сонымен қатар жоғары лиганың жартылай финалына жолдамалар ойнататын боламыз. Ал енді осы 11 топтың қайсысы жеңімпаз атанады, қайсысы осыған лайық, оны анықтайтын әрине қазылар алқасы. Құрамында жайдарманға алыс жан емес, кезінде талай қазылар алқасының құрамында болған нағыз батырымыз, Олимпиада чемпионы Бақтияр Артаев. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, кезінде енді республикалық болмаса да аймақтық деңгейде жайдарман сайыстарына қатысқан Геннадий Шиповских. Жастардың әзілін әрқашанда қабылдай біледі. Біз үшін ең керемет жан, танымал сатирик Көпен Әмірбек. Қазақстан КВН одағының қамқоршылар кеңесінің төрағасы кәсіпкер Ерлан Андаспаев. Және жақында ғана қызметін ауыстырды Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанатының төрағасы Дәулет Кәрібек. Қымбат достар, жалпы бүгінгі сайысымызда республикалық жоғарғы лигада, премьер лигада, бірінші лигада өнер көрсетіп келген топтар бар. Барлығы Астананың алдағы келе жатқан мерекесімен құттықтауға асығып тұр. Солардың бірі биылғы жылы жоғарғы лигада өнер көрсетті Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университеті Жаңа Толқын, Орал. Ғашықпын, сыймай жүрмін тасыптым, келбетіңмен кездесуге асықтым. Днем рождения, Олан байтақ отаны. Қош көрдік, Елорда! Тағы да қайырлы кеш. Көпен ата мен Дана Нұржігіт Димаш Құдайбергеновтің кезекті бір концертінде. Дом мой достроен. Я в нем один. И я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Хлопнула дверь за спиной. Айға да барам ей, жұлдыздай жанам ей, күнде сен күн болсаң, қасымда қалам ей, қайтсем де өзіңмен. Жалғастырамыз, балалығы қалмаған әкім. Ал енді құрметті ауыл тұрғындары, биыл ауылымызды көркейту үшін 2 миллиард теңге ақша бөлінді. Оның 1 миллиард теңгесіне жол салдық, 500 мың теңгесіне мектебімізді күрделі жөндеуден өткіздік, 20 теңгесіне чупа-чуп сатып алдым. Ерген! Үнемі шығынға батып жүретін жігіт. Самат! Мында кел. Иә? На, мына 2000 теңге. Аха. Такси жалдап Арматқа барасың. Арматыма 200 теңге қарыз. Арматтан 200 теңгені аласың да, мына таксимен 1000 теңгемен жалдап келесің, бар. Жоғалтып алмайсың, бар, ауызыңды аш. Яна жоғалтып алдың тияқ. Нұршат, мында кел. Мында кел. Ба 2000 теңге, такси жалдап ананың артынан бар, сана жоғалтып алады ка. Болды. Яна екеуін жоғалтып алар ма екен? 2000 теңгем қайда, такси жалдап өзім бармасам, такси! Айға да барам ей, жұлдыздай жанам ей, күнде сен күн болсаң, қасымда қалам ей, қайтсем де өзіңмен. Бұл сөзі қазақшаға аударып айтатын болсақ, оның мағынасы кетіп қалады. Сонымен өте наглый ұры. Не болды? Ештеңе?
Күйші. Тоқташы, до конца қарап тастайды. До конца снес. Күйші ғой. Әлде қандай болмашы, қалтаңда көк тиын жоқ қой. Бір қалтасында 100 000 теңгесі бар адам сол. Көк тиын жоқ қой қалтаңда. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Осылай Кім болу айтты керек мен мына қалтамда деп? Енді Мына қайда? қалтамда деп кім айтты? Енді қайда? Туыс қалтамда? Әкел. Кетіп. Бергел. Бергел. мөлдіреген жанарың қиылған қас қабағың бір өзіңе қарадым ай мөлдіреген жанарың Рахмет. Жалпы көбісі айтып жатады, Жайдарман ол достық мекен деп. Расымен де Жайдарман достық мекені. Біздер осы Жайдарманның арқасында көптеген достар таптық. Сол достарымызды сахнаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Мына барлығы достарымыз. Бәрі кетті ғой. Құрметті достар, осы біздің Қазақстанның кез келген қаласында біздің достарымыз бар. Мысалы, Нұржан, саған айтшы, достық маңызды ма, әлде бүгінгі кубок маңызды ма? Достық. Көрдіңіздер, құрметті достар, біздерге достық маңызды. Сіз қандай команда? Ақпен бірге. Атыңыз кім? Лаура. Лаура, досым. Саған достық маңызды ма, әлде бүгінгі кубок маңызды? Достық. Мені көрдіңіздер, достық маңызды. Жалпы барлықтарыңызға достық маңызды ма, кубок маңызды ма? Достық. Көрдіңіздер, құрметті қазылар алқасы, бәріне достық маңызды, ал бізге кубок маңызды. О, алыс түзу жолдармен заулы, жүрегімде оттай сезімім барда, жеткізбейтін қиялымда бәрі алда. Рахмет, жалғастырамыз. Енді республикалық бірінші лигада өнер көрсетіп жүрген, болашағынан зор үміт күтіп жүрген топ. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Ақпен бірге Алматы. Қой мен қыздың жүрмейтін жер жоқ, қош көрдік Нұрсұлтан. Қыздар, бүгін мереке, бүгін Жайдарман, бүгін Ақтүйенің қарны жарылған күн. Ота, сілей біреудің өліміне қуанбайтын шығармыз? Әсем қуаныш деп тұр ғой, бүгін ит басына іркіт төгілген күн. Қыздар, қандай күн ойнап тұрмыз өзі? Қыздар, бәрін қойыңдаршы, осы Геннадий ағамызды айтам да, өзі сондай пысық кісе бәрін үлгеріп жүретші. Ой, бота сол Геннадий ағаны өз дейсің ба? Үйінде қатынның арқасы ғой. Лаура, кішкене әйел деп мәдениеттірек айтсаңыз, сахнада тұрмыз ғой. Оның несі мәдениетсіздік? Біле білсеңіздер, әйел дегеніміз арамы, қатын дегеніміз ханшайым дегенді білдіреді. Енді біз үйдегі жеңгемізден ешқандай арамды көрген жоқпыз, сол үшін ол бізге нағыз қатын. Яғни ханшайым. Ханшайымым-ау, жүрегім менен ошағым. Қыздар, бүгін бір кубокты біз алатын сияқтымыз, Ойбай, Лаура, сен ана бұзауламаған сиырдың уызынан дәметкендей болдың ғой. Ол жай ғой, бұл аспандағы қазды сорпасына шылап ішіп тұр ғой. Қыздар, тәбеттерің қалай өзі? Айтпақшы, қазір ойын біткесін квартираға барамыз ба? Айбай, Лаура, пәтерде еш квартира деген бір түрлі естіледі екен. Құрметті достар, байқап тұрғандарыңыздай, біз тіл мамандарымыз. Сол үшін бізді бәрі тым қияли, тым қазақисыңдар дейді. Олай емес, бізде көшеге шығамыз, бізде қыдырамыз, бізде сабақтан қаламыз, бізде қаланы жақсы көреміз, бізде даланы жақсы көреміз, бізде айлы түнде алтыбақан тепкенді жақсы көреміз, бізде киіз үйде ет жеп, қымыз ішкенді жақсы көреміз, бізде жаңбырлы күні жапыраққа қарап шабыт аламыз. Қыздар, қиялдарың қалай өзі? Қыздар, біз ұлттық арнада тұрмыз, осы жер Таиланд бір күшті қып жыр мүшайрасын ұйымдастырайықшы. Дұрыс айтасың, Бота, мен бастайыншы. Есік алды қарағай, кеше кеттің қарамай, жігітім-ау не болды, сәлем деуге жарамай. Есік алды 8 гүл, 8-і де қызыл гүл. Мен тастаған жігіттер қотыр болсын 8 жыл. Есік алды шырмау, жүгіріп шықты бір тау. Мен тастаған жігіттің бетіне шықсын, сыздау.
Ойбай, қыздар, есіктердің алдына не егіп тастағансыңдар? Оның үстіне өлең емес, өңшен қарғыс жаттап алғансыңдар ғой. Айтпақшы, мен кеше күшті түс көрдім ғой. Түсімде жап-жасыл әдем жермен кетіп баратам. Артымнан бір кісі келеді да мойнымнан пышақпен ұрып жібереді ғой. Ойбай. Ей қыздар, қайта күшті емес па? Ұзақ жасайын деп тұрмын ғой. Сосын мен жігіттер түсінбеймін. Көшеде келеді да бізден номеріміз сұрайды. Танымайтын еркекке не деп бересің номеріңді? Одан да артымыздан үйімізге дейін аңдып бармай екен. Қашан кіретін шығатынымыз жазып алмай екен. Бір қараңғы түндерде жалғыздан жалғыз кетіп баратқанда артымыздан дубинкамен Ай! Бақытнұр, тоқташ, ана жігіт сенімен шынымен танысайын деп отыр ма? Әйтпесе ден сау жігіт деймін да басына қап кигіз бірден алып қашып кетті ма? Қыздар, бүгінгі ойында қайткенде де көбікті алуымыз керек. Неге? Залда менің бұрынғы жігітім Айдос отыр. Ақбота, сенің бұрынғы жігітің, менің қазіргі жігітім. Райхан, сенің қазіргі жігітің, менің болашақ жігітім. Лаура, сенің болашақ жігітің, менің... Қыздар, қазақ тілінде тағы қандай шақ бар? Мен айтайыншы, құйымшақ. Құрмет көрермендер, біз тіл мамандар болғандықтан тіл тазалығына аса қатты мән береміз. Сол себепті бізде жігіт жоқ. Себебі жігіттердің көбісінің тіл таза емес. Жоқ, сіздер... Жоқ, не күлетіні бар? Сіздер барлықтарыңыз брат, от души деп сөйлесіздер, соны бауырым шын жүректен деп айтуға болады ғой? Соны айтам, мен осы бар ғой, тілді шұбарлайтындарды көрсем, қаным басыма шауып, қабағымнан қар жауып, кірпігіме мұз қатып, жүрегім айнып, күре тамырым құрысып, құйқа тамырым тырысып, бүйрегім езіліп, жаман бола ме? Айбай, Лаура, сен сол түске бармаш, өліп кетерсің. Құрметті көрермендер, мен мынадай жаңа сөзді қазақ тіліне енгізгім келеді. Мысалы, әкімшілік, қаныңды ішіп қоятын әкімшілік. Ондай менде де бар. Шай дарман, шай ойнайтын командалардың лигасы. Бахраник, бақыра беретін охраник. Шу перісі, тек шулықтардың ғана көзіне көрінетін ғажайып құбылыс. Айдалада ақ отау, аузы мұрны жоқ отау, жұмбақ. Жұмыртқа, жауап. Құрметті көрермендер, ойын соңында бір шындықты айтайық. Біздің командада қыздар байлыққа құмар. Шын ғой, мойындыңдаршы қыздар. Сол үшін емес пе қазақ тілі бай-бай деп тіл мамандығына түсіп алғанымыз. Ендеше сахнада өнер көрсеткен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Ақпен бірге Алматы. Рахмет. Ақпен бірге Рахмет, келесі топ осы Нұр-Сұлтан қаласының біріншілігінде жиі өнер көрсетеді. Ортада ерекше жоба Еуразия ұлттық университеті Дастан. Негізі мен командамда адамдар болған, бірақ бұйыртса 12 күннен келеді. Жо-жо, жаман ойлап қалмаңыздар, 40 күндік әскері кетті. Қайырлы кеш, Нұр-Сұлтан! Біле білсеңіз, мен неге орындықпен шықтым? Себебі бұлар тепсең жыламайды, қарыз алсаң сұрамайды. Әлеуметтік желіде балағаттық сөз жазып мазақтасаң ренжімейді. Дайындыққа кешікпейді. Енді адамға отырғанға қарағанда орындыққа отырған жақсы емес пе? Бірден команданың құрамымен таныстырып өтейін, бұл Орынбек. Орынбек біздің командадағы өте әзілқой кадр бала. Кәне бір әзіл айтшы. Латын әліпби дейді.
Иә, орындықтарда латын әліпбиіне көшіп жатыр ағайын. Ал бұл біздің командадағы Орынкүл апа. Біздің командадағы жасы үлкен жалғыз орындық. Жалпы айтқанда бұл әлеуметтік ғылымдар кафедрасында 10 жыл тұрған. Күйеуге шықпаған. Жалпы айтқанда отырып қалған ол. Біз командамызбен тойға шығамыз. Мен тамады болсам, жігіттердің өздерінің ойыны бар. Енді білесіздер ғой, тойда болған шығарсыздар. Орынкүл апа сарқыт жинап тыныш жүретін болса, ал Орынбек олай жүрмейді ол. Ол тойдың басында 4 аяқты болса, тойдың соңында 8 аяқтап кететіні бар енді. Біздің командада ешкім сөйлей алмайды, не хабарлай алмайды. Құрметті Есен аға, біздің командаға хабарлап берсеңіз. Құрметті көрермендер, Есен ағаны қатты сынға алмаңыздар. Жайдарманды бірінші рет ойнап тұр. Дебюті командаға бір ойыншы қосып алғансың ғой. Келесі әзілімізді тамашалаңыздар. Орынбек 5 жасқа толды. Жүр кеттік, орындық боламыз, жүр. Қорқпа, жүр. Орындықтардың тойында. Бүгін ақ шкафтың қарны жарылған күн. Бүгін Орынбек пен Орынкүлдің үйлену тойы. Біле білсеңіздер, орындықтарда мақал бар. Орындығы 2 болмай, тумбучка 4 болмас деген. Жалпы келесі сөз кезегін Орынбектің туған ағасы Орынғалиға береміз. Амин, 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 амин. Құтты болсын, құтты болсын. Енді мен де тілек айтып жүрейін. Орынбек, Орынкүл үйлену тойларын құтты болсын. Мана екеулерінде паркте көрем, енді міне үйленіп жатсыңдар әйтеуір. Не деймін енді, өз басын тілерім, сіздерге бақыт тілеймін енді. Орынкүл, Орынбек саған кабинет сыйласа, Орынкүл саған бір кішкентай табурет сыйласын енді. Не деймін енді, бастарын бір партада шірей берсін. Енді мен атынан шайналған сағыз. Сөз соңында, Орынбек, дәл осы сәтті пайдаланып, Орынбек өзінің қызына ұсыныс жасасын. Omuzumda ağlayan bir sen, ne çok isterdim biri bilsen. Брат, орнынан тұрасың ба? Қыз еді ғой. Sensizlik gitsin sence. Есіңде ме, ең алғаш рет мен сені перзентханада көрдім. Сол кезде саған бала кезінен бері ғашық едім. Саған күнде ойыншықтар сыйлайтынмын. Күнде мектепке барып сенен үнемі қалам сұрай беретінмін. 11 жыл бойы бір партада отырдым сенімен. Аққудатпа, досын сатпа, сен мені тастап кеткен жоқсың. Мектептегі альбомдағы фотоларды айтсай. Ең алғашқы кездескеніміз. Екеумізді дайындаған Папа Карло мебель салонына алғысымыз айтамыз. Қартайғанша бақытты боламыз. Сен маған тұрмысқа шығасың ба? Я дед! Соң қарап жүрмін соң қарап. Соң қарап жүрмін соң қарап. Соң қарап жүрмін. Ойын соңында Орынбектен аңыз. Қазақ қана. Санасы бос адамның алдында ойнағанша, орындықтардың алдында ойнаған жақсы. Олег Денис. Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті. Дастан, рахмет.
Рахмет Дастанға. Ал енді нағыз тәжірибелі топтарға кезек береміз. Ортада Қоғалкөл Қызылорда құрамасы. Дачерита, сороку и бочок нёча, кухиха чаром ному пупин ими нёча, пами опа шипчайки кавани нёча, кырын хан сом ими нёча. О, сарахе, ёкомо на кисино пони кене сарахе, yo mori kene lecho ori kene sarahe, yo mori kene kacho mori kene sarahe, no sarahe. Kodam jure berada, bugün boyunca iPhone gelir olmana, iPhone gelir bugün boyunca Erlan Andaspay. Andaspay. Ерлан Андаспай, неге тұрмыз амандаспай? Кеш жарық елорда. Бай болсаң балам. Рахмет, керемет кеш болды. Өте тамаша. Біз Нұрсұлтанға келдік қой. Келгеннен бастап кәдімгі Ерекең арнайлап бізді күтіп алды. Ойбай, Ерекең арнайлап күтіп алды. Өте қонақжай кісі келді. Бір риза болғанда қыдырып жүрдік қой Ерекеңмен. Сөйтіп едік, аяқ астынан Астанада жаңбыр жауды. Жаңбыр құйды. Жаңбырдың артынан қар құйды. Сосын қардың артынан қаралас жаңбыр құйды. Не болмайтын әңгіме айтып тұрсың әлі? Жасың болса 29-ға келді. Қатарластарыңды қарашы қандай адам. Мысалы Дәулет Кәрібек деген семен жасты құрдас. Қандай жер жұмыс істейді? Жас отанның төрағасы кәдімгі. Геннадий Шиповский семен жасты құрдас. Білдей депутат. Болмайтын әңгіме айтып тұрсың. Қатарларың емес пе сен? Қатарыңмен ойна депсің ғой маған. Мынау енді Дәке. Дәулет деп атым айтып. Жоқ, Дәке ғой маған, қатар ғой енді. Дәулет. Гена. Телефондарыңыз қосып көріңіз, телефондарыңыз. Интернет істеп тұр ма сіздерді? Интернет? YouTube ашып тұр ма сіздерді? Интернет істеп тұр ма? Істеп тұр. Істеп тұр ма? Онда еліміз аман жұртымыз тыныш екен ғой онда. Тыныштықты жақсы көретін қызылордалықтар. Жалғастырамыз. Тамашалаймыз алғашқы әзіліміз қызына келіп тұрған жігіт. Айжан! Жатшы. Айжан! Жатшы. Айжан! Не болды? Тілім тістеп алдым. Достар, барлығымызға белгілі Дәулет Кәрібек ағамыз жақында ғана Жас отан жастар қанатының төрағасы қызметінде атқарды. Барлығымызда WhatsApp-та бастығы бар группа және бастығы жоқ деген группалар бар. Сонымен Дәулет аға жоқ группаға жіберем деп, Дәулет аға бар группаға жіберіп қойған жас отандықтар. Мені әчкәрик дейді екенсіңдер. Одан қалды қасқа бас дейді екенсіңдер мені. Кешіріңіз. Оразаға 3 күн қарыз екен, оны да біледі екенсіңдер. Кешіріңіз. Жас отанның қызымен жүріп атқан, оны да біледі екенсіңдер. Бірақ ана видеоларын жібермеңдер. Басшыларымыз жастармен кездескен кезде осындай жағдайлар жиі болып тұрады. Рахмет, сұрақтарға қоя берсеңіз. Сіз осы дәрежеге қалай жеттіңіз? Мен бұл үлкен дәрежеге арнайы өзім еңбегім арқылы жастар саясатына келе отыра, өзім еңбек етіп сонымен жеттім жетістікке. Рахмет, келесі сұрақ қоя берсеңіз. Менің қояйын деген сұрағым, жаңа қазір білмейді. Сұрағын жоғалтып алдың ба? Фамилияң кім еді? Абдрахманов қой. Абдрахманов. Отбасы туралы сұрайсың сен. Отбасы туралы айтып. Өмірде неше түрлі қызық жағдай болуы мүмкін. Сонымен Қазақстанның белгісіз бір банкінде болған оқиға. Жат, бұл тұнау, жат. Ақшам бәрін сал, ақшам бәрін сал. Брат. Мен кім екенін білесің ба? Кім? Спайдермен ғой мен. Қойш кәдімгі супермен ба? Спайдермен ғой. Онда біз құтқарсай тонашылардан қалақты. Ана пакетті берші, ішіне киімдерім бар. Берші, берем.
тездетіңіз енді. Ой, Құдай айып болсаңызшы. Тездетіңізші, ту. Болды, бары осы. Болды, кетмейші, болды, рахмет. Кетіп қалды. Тағы үлгірмей қалдым ба? Осыны ішінен киіп ала салып көрген осы. Рахмет. Құрметті көрермендер, жігіттер, өзіміз осы сахнада жүргеннен кейін бір еркелеп ойнап жатырмын да. Сол үшін бір еркелікті көтеріп, бүгінгі ойында бір жүлде беріп бізге арнайы. Келесі айналымға өткізіп жатса, не қылып жатса деймін да, бір Дубайға ма бір жаққа қыдыруға барайын мен. Дубайға жіберейік. Мен жіберіңдерші. Неге шетелге құмарсыңдар, өзімізде қазақта қаншама жер бар емес па? Неге Семейге бармайсың, Абай атам жатқан жерге? Қостанайға неге бармайсың, Абай атам жатқан жерге? Алысқа кетпей-ақ өзімізді Қармашқа бармайсың ба, Қорқыт апам жатқан жерге? Бір жатқан жерге бара бермей, қаланың ішіне қыдыруға болмай ма бұлайна? Қызылорда құрамасы. Рахмет. Қызылорда мекенім, туып өскен жерім, жаңадан. Қазақстан КВН одағы атынан Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрлігі мен азаматтық бастамаларды қолдау орталығына алғысымызды білдіреміз. Жалғастырайық, ортада тағы бір үміткер, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Евразиат, Нұр-Сұлтан қаласы. Бүгін Ақсананың кубогын біз жеңіп алмасақ жарамас. Себебі ерекше осы жылы мерекені тойлап жатыр құртар. 21-ге толдық, клубқа кіретін болдық, вентилятормен. Тоқташ, Айбар, 21-ге толдық, клубқа кіретін болдық, түсінікті. Вентилятор не үшін? Енді клубтың алдында жазылып тұрған жоқ па, будет жарко деп. Ассалаумағалейкум! Құрметті достар, бүгін біз сіздерге бір шындық айтайын деп отырмыз. Біздер базарда телефон жөндейміз. Сабақтан бос кезде, студентпіз ғой. Құрметті қыздар, сіздер біздерге телефондарыңды жөндетуге тастап кеткен кезде ішін ашпайды, қарамайды деп ойлайтын шығарсыздар. Біздер қараймыз. Біздер біраз нәрсе білеміз негізі. Құрметті жігіттер, біздер сендердікінде қараймыз. Google'дағы историяларын тазалап жүрмейсіңдер ма? Жігіттер, мына әзілдерін қазылар алқасына ұнамайды. Бізге өзгеру керек. Біріншіден, бізге команданың атын өзгерту керек. Ал не деп өзгертеміз ал? Тағдыр деп. Неге тағдыр деп? Енді ойлашы өзің. Тағдырға ешкім қарсы қалмайды ғой. Рас. Ал тағы не өзгертеміз? Сосын капитан мен болайын. Неге сен боласың? Себебі мен өзім айтқанды басқаларға істете алам. Мысалы, экранға назар аударайын. Ал? Айттым ғой, істете алам деп. Жігіттер, біздер біреуге бір нәрсе ұнамай қалса өзгере беретін заңдар емеспіз ғой. Өзгермей-ақ өзіміз болып, өз күшімізбен жеңіске жетекші. Оның үстіне бүгін Астананың кубогы. Соған бірдеме дайындадыңдар ма? Дайындадық. Сонымен көреміз, қойдың ішінде болған оқиға. Тоқтат. Сендердің мына қой туралы әзілдерің үшін Олимпиада чемпионы Бақтияр Ақтаев ағамыз жынданып кетіп, жүгіріп келіп төсіңнен бор ұрса, не істейсің ал? Қарап тұрмайсың. Олимпиада чемпионы күн таяқ жеп тұрмайсың ғой. Қашасың ғой тек бұлай. Ендеше біз де қарап тұрмаймыз, кетті! Батамен қыз сындырып тұрған ата. Батам батпасын. Батам жерде жатпасын. Еш жамандық болмасын, о тәңірім қолдасын. Әумейін. Ерім артынан, неге қайтпай осы қарқынан, күнімен түнімен ойланам, неге ерім деп артынан, неге
Геннадий Головкиннан жеңіліп қалған боксшылардың анонимдік клубы. Саламатсыздар ма? Менің есімім Стив. Мен 4-ші раундта нокаутқа кетіп қалдым. Саламатсыз, менің есімім Энтони. Мен қазылардың алқасы бойынша шешім бойынша ұтылып қалдым. Сіңізге не болды? Жай ғана контент істеп тұрмын. Неге қайтпай осы қарқынын, күнімен түнімен ойланам, неге ере беремін деп артынан неге. Қызықты ақпарат. Қарғалар 500 жыл өмір сүреді. Сонымен Совет үкіметі кезінен келе жатқан қарға. Мына мен дейтін, сонау Емельян Пугачевтің көзін көрген қарғам. Ей, рогатка атпаңдар. Аталарыңмен жасты қарғаға рогатка ат. Онан! Ере артынан, неге қайтпай осы қарқынын, күнімен түнімен ойланам, неге ере беремін деп артынан неге. Қазіргі таңда сетевой маркетинг саласы өте қарқынды дамуда. Сонымен марапаттау сәті. Сонымен бүгінгі кештің қорытындысы бойынша жеңіске жеткен Астана фитнес аккаунты. Сізге бізден сыйақы, енді осы жеңіске қалай жеткеніңізді айтып берсеңіз. Енді бұл жеңіс маған оңайға туған жоқ. Енді алдымен Айгүл апама рахмет айтам. Енді мені тартты, мен анататын. Енді 5 жылдың ішінде енді 5 миллион теңгедей салдым. Алып отқан 100 мың теңге сертификаты. Талай адам жүйкесін тозды. Ере артынан, неге қайтпай осы қарқынын, күнімен түнімен ойланам, неге ере беремін деп артынан неге. Мектепте артық әзілдегенді ұнатпайтын дәл осындай қыздар болады. Сөйтіп тұрады да Олимпиада чемпион деп қарап тұрмайсың ғой дейді. Ха-ха, прикол, приколыңа срикол, ха-ха, КВНчиксің. Өтпей қалыпсың ба, өтпей қалып. КВНчик деген сайын не бір? Оны қош кеше бір пранк жасап кетті дейсің ғой. Дейсің ғой? Ал демейм, ал не істейсің ал? Дейсің ғой, деп қояды десей, мұна жерде тұр уже барлығы. Шаршаттыңдар, мұна сендерге қудырту әлі емес, мынау 9-бі. Бейбі Ғайша, сен біздің құқығымызды білесің бе, видеоға түсіріп аламын комиссия. Не? Рахмет. Құрметті достар, ойын соңында еліміз үшін өте маңызды оқиға жайында. Барлығымыз оның жеңетінін білдік. Және қолымыздан келгенінің барлығын жасадық, қолдадық, айқайладық. Және ең бастысы біз сол кісі үшін ұйқымыздан ояндық. Алға Геннадий Головкин. Сахнада өнер көрсеткен астаналық Евразиат. Рахмет. Қазақстан КВН одағы атынан Қазақстан ұлттық арнасына өз алғысымызды білдіреміз. 10 маусым бойы жайдарман сайыстары ұлттық арнада. Жалғастырамыз. Академик Әбдімұса Қуатбеков атындағы Халықтар достық университеті, бүгін KZ, Шымкент. Шырайлы Шымқаладан келдік. Кеш жарық Елорда! Жігіттер қараңдаршы. Бүгін Нұр-Сұлтан кубогы. Елордамызда. Ескірмеген махаббат, ескірмеген махаббат. Осы ән ұнайтшы маған. Саған бүкіл ән ұнай береді екен. Қарасай, ескірмеген махаббат дейді. Махаббат ескірмейді, дұрыс па? Махаббат ескірмейді. Сен өзің жаман ескіріп баратсың ғой сен. Тот басып атсың ғой сен. Үйт махаббат ескірмейді дей бермесін. Біздікі ғой ескірмейді. Сенің махаббатың шіріп атыр ғой. Бір күн тесіледі. Асты. Сөйтіп итерсең де оталмай қалады. Есіктері жабылмайды. Мотор май жейтін болып қалады. Сат жүресіз оны. Нені? Ана опеліңді айтып отырмын. Сен одан басқа махаббатың жоқ қой сен. Нені деп?
да толқын. Иә. Бол кешке барамыз. Анау жағаңдағы чайкілерді құртшы бірақ. Көкем біраз таланған ғой. Болды. Кім? Қыздар ғой. Қыздар демекші, жігіттер осы біздің командада, қыз айналып кетсе, қандай қыз боламыз мысалы? Жетсезім ба сен? Біз мейл қызға айналамыз. Сен кәдімгі үлкен қатынға айналып кетейін деп тұрсың ғой. 2-3 рет ажырасқан. Кәдімгі удостоверениесін 4 рет ауыстырып қойған. Жаңағы нервный болып ауылда болады ғана бір. Бір бәле болса бұл Нұр Отанға жаба беретін ше. Болмайды, үйістіп еркек болып жүре берсе, не аласың? Нұрлыбек, бүгін Астананың күнінде, елорданың күнінде бір жарқырап, жайына, бір әзіл ойнамасақ та, бір керемет қып, шоу көрсетейікші мына кісілерге. Бір ойнайықшы, бір еркін. Ойнайықшы, хабарласшы. Қымбат достар, қазіргі таңда бағдарламалар өте көп. Сондай бағдарламалардың бірі Қалалым бағдарламасы біздің нұсқамызда. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Әдеттегідей 12:30-нан 3:30-ға дейін болатын Қалалым бағдарламасына қош келдіңіздер. Құрметті қатысушылар, бүгін біздің бағдарламамызға жаңа үміткер кепті. Ол үміткер әрине біздің сұлуда сымбатты Мадина қызымызға кепті. Мадина, өзің жалғыз кел орынға жайғас. Мен бар, жақсы болды ғой. Олай болса, үміткерді қарсы алайық. Үйлену керек еді. Қыз керек болады. Үйдегілер уже кәдімгі қой сойып, палатка құрып, палау басып, күп қайнатып, ана аппаратурщик шақырып, беташаға дайын отыр. Үйтіп мұжып отырмайым, эфир-пепир керек емес, алам да кетем. Енді өзіңізді таныстырып жіберсеңіз, есіміңіз кім? Мынаны неғып жауып тұсасыңдар? Түрін көріп әңгімелесек де. Енді бұны аша алмаймыз. Бұны ашатын болсақ, біздің заңымызға сай емес, ол ашпаймыз. Кім заңмен өмір сүріп отыр екен? Ашып тастасын мынаны. Оны ашқанда Мынаны қалай есептеген? 96-90 дей ма? Мынаны есептеген адам 3-ке оқыған ғой. Қой, заң бәріне бірдей жап мынаны. Ол жабылмайды. Жабылмайды. Бұл енді ашқаннан кейін жабылмайды. Сіз өзіңізді таныстырып, кішкене таныс болсаңыздар. Қалайсыздар? Қазір 1 минут. Алло. Бет ашар отказ. Құдай тамақ қыла салыңдар. Құдай тамақ нешеде? Құдай тамақты отказ қылыңдар. Болмайтын болды, жақсы. Не қылдыңдар? Танысып отырайық енді сіз. Мен есім Нұрлыбек. Мен есім Мадина. Мадина? Мен сол Мадина Садуақасовама деп келдім ғой негізі. Сіздің Мадина Садуақасоваға 2 жеріңіз ұқсайды екен. Атыңыз и тізеңіз. Болмайды мынау. Мына біздің көрермендерден сұрақ туып тұр екен. Менде бар сұрақ. Жалпы екеуіңізге қарап отырсам, бір жарасасыздар да. Егерде шынымен жарасасыздар. Егерде сөздеріңіз жарасып, үйленіп жатсаңыздар, мынау балай дейді ғой. Сол қай жақта өткізесіздер? Мынау көбінесе қазіргі таңда жастар Анталияда, Туркияда, Дубайда өткізіп жатыр да. Жоқ, бізге кең жер болса болды. Ауқымды стадион ба, алқап болса болды. Сөйірді әйде. Менде сұрақ туып тұр. Бір айдалада машинамен кетіп бара жатсыздар. Баллондарыңыз жарылып қалса, не істейсіздер? Жарылмағанда қайтеді ол. Не істейсің болғанда, бірінші мынаны түсірем машинадан. Сөйт мінгізбейм. 3 баллонмен кете берем арқадан. Мен отыра берейін мына жерде. Болмады. Сіз қаламадыңыз ғой? Иә, сәл. Жарайды, орныңызға жайғасыңыз. Мына енді Мадина қызымызға бүгін тағы да бір үміткер келіпті. Не дейді, тағы біреу келген ба?
Сен бүгін қолың шыққан күн болды ғой. Қалалым кеп тұрған жігіттер, сендер қайта беріңдер. Бәй, келдім, сендерге шанс жоқ. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қыз іздеп келдіңіз. Иә, қыз болса болды, үйлену керек маған. Мына кісінің бағы бар екен. Бағы бар екен. Бүгін қанжығаңыз майланайын деп тұр. Дейді тағы да. Өзіңізді таныстырып, аты жөніңізді айтып. Мен өзім таныстыратын болсам, жалпы мен өзім ақыл тоқтатқан, қылтын сылтының жоқ, дәріні уақытылы ішем, пенсиямды уақытылы алам, үлкен кісіммен кәдімгі. Мынау кім екеп тұрған дауыс таныс қой. Өй, көке! Өй! Танимын ғой мына кісін. Мынау мен арғатам ғой. Сіз әлі үйленбегіз бе не? Бол, мына қызды алыңыз, екеуіңіз кәдімгі жарасып тұрсыздар, біздің үйде беташар дайын тұрыңыз. Болды. Маған сеніңіз болды. Болды. Құрметті көрермендер, бағдарламаның жалғасын келесі ойындарда көресіздер. Рахмет. Құрметті көрермендер, біздің кезіндегі қазақ қыздарына сондай қас сұлулары ешқашан ешкімнің алдына жігіт іздеп бармаған қазақ қыздар. Қазіргі қыздар өздері подписать етіліп бір-бірлес деп жатыр ғой. Сіздермен бірге болған академик Әбдімұса Қуатбеков атындағы Халықтар досы университеті бүгінгі ізет. Рахмет! Жүрегің әлі бәрін ойыңдап тұрғада ойын. Жалғастырамыз, тағы бір биылғы жылдың жаңалығы деуге де болады. Республикалық жуық лигада өнер көрсеткен Семей мемлекеттік университеті шәкәрім шаңырағы Шатыр Семей. Если честно, желание бешено имею. And it goes, that's my cool, man, I can't take it all. All damn dance, I know say you cool. Come follow me, nine, now the cool and the show. Сәлем бердің көрермен, бірден жалыққа көшеммен. Бізде жаңалықтар көп, бізде өте жаңалықтар көп. Мысалы, біздің сұлтан кез келген әңгіменің соңын патриотизммен аяқтайды. Жігіттер, жаңа ойын алдында пирожки жеп алдым. Пирожки майлы екен. Жүрегіме тиіп қалды майы. Бірақ мен жүрегім қазақ деп соғады. Тамаша. Айтпақшы, Рауанды естідің бе? Өзінің қызын соғып жүр екен. Дұрыс, мен де соғам қызымды. Бірақ мен соққанда қазақ деп соғам. Тамаша. Ал бұл Диас, неменеге огнетушитель сатып алып келгенсің? На всякий пожарный. Айтпақшы, жігіттер, мен шашымды алдым ғой. Қалай қылып алдың? Иә, достар, мен шашымды полубокс қылдырып аламын. Ал бұл қаршыға, ол ақымақ. Жігіттер, ос Есен ағанікі маска, я? Маскасы несі, неме деп тұрсың? Рас қой, маска ғой. Дайынтты отырып, бүкіл әзді көріп атта, ойында өтірік күліп тұра береді. Маска деме, бұл үріктеу сайсы емес пе, қорқпайсың ба? Ал маскасын шешсе, красавчик! Есен ағаның маскасын шешіп тұрған Шатыр жайдарман тобы. Наша! Скриптонит тойда таманда болса қалай болады? Ал енді ортаға өз тілек сөздерімен 80 жастағы Бәдима апам шақырамыз. Жауапкершілігі мүлдем жоқ әке перзентханада.
Қазіргі таңдағы сайыстардың марапаттаулары түсініксіз. Қауанов Нұржан 4-ші дәрежелі 1-ші орын. Яғни соның 3 дәрежесіне 5 дәреже. Соның 2 дәрежесіне 1-ші орын. Жарайсың! Отырма! Рахмет! Әр адамда депрессия әртүрлі өтеді. What? What? Енді аға бекем болыңыз енді. Жарайды, шыдаймыз ғой енді, қойшы. Қамшысы жоқ, қойшы. Қамшы ол керек болмайды, қате кәдімгідей бар ғой. Дүкенге бара жатқан президенттікке үміткер. Нан беріңізші, апай. Түнімен соғым сойып, таңертеңде жұмысқа келген хирург. Пышақ. Ақтөс. Ух, ем! Рахмет. Өз араларында қатты қалжыңдасатын достар. Иә, тосып тұрма олар. Келе жатыр ма? Ай, базар жоқ еді. Көрдің ма? Тура мына Кештерге сол мойнынан. Өй, дос, не болды саған? Өй, не болды? Өй, дос, өй. Ой, базар жоқ, қаршы. Анау сен көріп тұрсың сен, ә? Сүйем ғой сендер, саркасик. Ай, кеттік, жүрсік, кеттік. Айбай, күттім ғой мен. Күттім, бірақ сүйем ғой сендер, жандарым. Сүйем сендер. Рахмет, бұның бәрі әзіл. Біздің ойынға қазылар алқасы кәдімгідей ойланып, бейтіп, маңызды түрде бейтіп қарап, жақындап бейтіп қарасаңыз, әр жақтан кілт тығылып, 2 бұрал кетуге болады. Ойын соңында бата беріп тұрған 4 Расамахан сөзімен аяқтаймыз. Батам батпасын, батам жерге жатпасын. Әумин. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен, өз ата-аналарын сүйетін Шатыр Жайдарман тобы. Рахмет, осы сайысқа қолдау көрсеткен үшін Қазақстан Халық Ассамблеясына өз алғысымызды білдіреміз. Достар, ары қарай жалғастырамыз. Тағы бір үміткеріміз Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті оқымпу құрамасы Шымкент. Адам баласы өмірге келгенде 3 міндеті болады. Ал біздің Шымкентте шамалы басқаша. Шымкентте туғанның 4 міндеті бар. Үй соғу, ағаш егу, балалы болу. Ал 4-ші міндеті шымкенттіктердің танымайтын қалаға көшу. Жайдарман детский, Снелюкенский. Я, Шымкентский. Жайдарман детский, Снелюкенский. Туған күні біздер Күдіргенский. Жайдарман детский, Снелюкенский. Нұрсұлтандамыз, қала Королевский. Жайдарман детский, Снелюкенский. Я, Оқымпу Резервский. Қайырлы кеш, жиелерді! Таң қалам, шынымды айтайын, таң қалам. Биыл Нұрсұлтан қаласы 21 жасқа толып жатыр. 21-інде осындай жетістікке жеткен кімді көрдіңдер? Айтшы, 21-інде. Оны не таң қалатыны бар анлайды? Мен 21 жасымда жастар мәслихатының депутаты болып, қазір көлігім бар, үйім бар.
Жақсы. Осыған таңғалып жатсыңдар ма? Мен 21 жасымда өзімнің жеке сұлулық салонымды ашып, қазір көлігім бар, үйім бар. Мен 26-тамын. Тас бітірмеппін ғой мен, Мен 21 жасымда мектепке бардым. Бәсе, біреу болу керек қой, білдім ғой мен осыны. Сөйтіп, мектептің спорт залын барып, тендерін ұтып алдым да, қазір бақытты, машинам бар, көлігім бар, бақытты өмір сүріп жатырмын мен қазір. Бір команда болып, сөзіміз жарасып, барымызды асырып, жоғымызды жасыру деген білмейтін болдыңдар ғой сендер, Команда болғаннан кейін... Мынау кім? Таныс қой. Інім ғой. Туған деп отырмын өзім. Не алып жүр бұл жерде бұл? Туған дегенде, мен тумағанмын. Мамам туған ғой. Не алып жүр мақұл бұл жерде? Мамам мен папам тойханаға кеткен, тойға. Сөйт, бұны қарап отыр деп тастап кетті маған. Сөйтті де, қарап отыр деп тастап кетті. Сонымен, бұл жайдарманға келу керек болды да, кеттім о zaman. Қазақтың той 2-3 сағаттан бітіп қалады, білесің ба сен? Сондай ма? Мақұл, алып келген екенсің, Нұрсұлтан аралатып, қыдыртып, ұнайтын нәрсесін әпердің ба? Ұнайтын нәрсесін әпердім. Көшеде жүрсек, бір машинаны ұнатып қалды, көлікті, яғни. Ұнатып қалды. Сөйтіп, сол барып, көліктің 4 дөңгелегін шештім. Сөйтіп барып, аккумуляторын шештім. Майтофон шештім. Сканворд шештім ішінде. Сөйтіп, полицияға соқып қалдым. Оны не алдың? Оны да бірдеңе шештім. Сөйтіп, бәрін шешіп тастап, отқан тұғым, баняда. Сөйтем, есен аға кеп. Не айтып кеттің? Қатырасың сен. Ағасы мақұл, ағасы осында енді, бәріміз мойын сұнғанбыз. Інісі бір бой ұзындау, бір түрі сүйкімділеу жігіт екен. Бізбен жүре берсін енді. Енді бұлай қарап тұрады. Али, мен осы уайымдаймын да. Уайымы бар да бұл жігіттің. Анаған қарағанда ақылдырақта уайымы бар. Не уайымдайсың, інім ау? Ұрғаш крокодилдерге қиын шығар. Жайша? Помада жақса бет айналдырып жағып шығатын жар. Мұна екен әке-шешесіне хабарласыңдар, үйлерін апартсыңдар. О кісілер тойда шығар. Дайындалып келмейсіңдер ма? Не әзіл енді мұнау? Сендер мақұл, сен дайындалып келген шығарсың ең болмаса. Мен дайынмын ғой. Дайынсың ба? Менде ән бар. Шырқа. Менде би бар. Билеш. Менде ки бар. Жыр бар менде. Қысқасы дайын емеспін десей. Неге дайындалып келдім ғой? Қарасаңызшы, түрім боялған, шашым істелген, киініп алғам. Ендеше ерекше көңілгіме оқым программасы арнайы ұлттық арна үшін. Алғашқы әзіл тамашалаймыз. Түн ұйқысын 4 бөлген ана. Енді 3-еу қалды. Жалғастырамыз, заманнан қалып кеткен молда. Қазіргі жастар сега ойнайды екен. Тетрис деген бәле шықты. Тамашалаймыз достар, қызбен мүлде таныса алмайтын жігіт көшеде. Қарындас, ау, хоббейдің зарядчигі бар ма? Құрш. Дрель іштеге жоқ қоға сұстың болатын. Бәріміз ауылда тапшанның үстінде отырып, қарбыз жегенге не жетсін. Сонымен көреміз, тура сондай жағдай, бірақ әлемнің мегаполистері, яғни қалалардың арасында. Ал мегаполистер үлген қаласыздар ғой енді. Мына Шымкенттен болғаннан кейін, мына қарбызды өзіміз сойып сіздерге дайындадым енді. Мына бірінші тілікті жаста болса бас қой деп Нұрсұлтанға беріп жатыр міне. Ал рахмет. Нұрсұлтан деген қаламыз. Інім ғой бұл бәң. Ініңіз ба Алматы? Ініңіз ба? Туған інім. Мамам туған ғой, кішкент бұл туылмай тұрған кезде бүкіл тәттіні, дәмді маған беретін тұғын. Бәрі мен еркелететін тұғын, жаным, Алматымын деп ше. Қойыңыз бәрімізді еркелетті, мен де еркелетеді, бірақ шамал намысыма деді де Шымкенттіктер. Мына туылып, бәрі тәтті осы жақта. Бәрі тәтті осы жақта деймін. Қазір папашка осың қолында ғой қазір. Ай, бәрекелді. Мына екінші тілікті Алматы өзіңізге берейін деп тұрмын енді мынау. Ас болсын. Не жаңалық болып жатыр?
әбіршіп кеттісіз. Әбіршіп енді табиғатым сондай мен негізі. Экология. Жалпы бет әлпетіңізді айтып жатқан жоқпын. Жалпы әбіршіп кеттісіз ғой, шаршаусыз ғой деймін. Әбіршіп енді сол әр жерден бір тесіп метро салып жатыр. Жоқ қой сол енді. Әбіршіп. Енді өмір ғой енді. Онан кейін бір нәрсе айта салайын, біздің Шымкент жақта қарбызға нан қосып жейді да. Сондай ма? Нан қосып жесең зор болады да енді. Бар, тұр, нан алып келші бар. Ойнап жатыр, отыр. Ойнап жатыр ғой. Иә, көңілің атып қап. Жүрмейік ертең. Одан кейінгі тілікті арнайы дайындаған айтпақшы. Қарбыз жеп болғасын, қабығын тастамаңыздар. Мен майдалап тұрап малға берем аяқта. Болды, жарайды. Одан кейін мына тілікті шетелден келген досымыз келіп отыр. Түркіменстаннан Ашқабат деген қалай отыр. Бұл кісі ашау, Ашқабат десе. Аш қоны. Көке ағын жемейсіз, қарбыздың ағын жемейді. Жемей ма? Жемейді ғой. Ағын жемей ма не? Ағын жемей ма не? Көке бұл да киви сияқты ғой, сыртын ашып тастап жейсіз ғой. Кивидің де сыртын ашып жей ма не сонда? Иә да, кивиді сыртын ашып жейсіз ғой. Бәсе асқазан қышып жүр да кейін кезде. Одан кейінгі тілікті өзім ертіп келдім енді. Мына қыз кім болды? Қашан сұрайды деп отырайым жаңалы бер. Келесі тілікті осы қызға берейін енді. Өзім ертіп келдім, баяқ көршінің қызы ғой. Ташкент қой, Ташкент. Ташкент. Өзің даққа не ағып жүрсің ба? Вай, әкесі. Ау. Өзің емес пе тиісіп жүрген? Қыздың өзі де тұнып тұр ғой, көрдіңіз. Құрметті достар, осы сәт пайдалана отырып, Есін аға жолығып кетейін. Құрметті Есін аға, білесіз, сіз қай жерде істедіңіз, мен де сол жерде істеп кеттім. Шымкентте қай жерде тұрдыңыз, мен де сол жерге барып көрдім. Шымкент қаласы төмен отырар деген жерде тұрған екенсіз. Сол жердегі дамком сізге мынаны беріп жіберді сәлемдеме есебінде. Конверт. Ішінде не бар деп атқан шығарсыз? Ішінде сол кезде сіз тұрған кезде свет, су, газын. КВН деп жүре бермей, соңында қарамай ма дейді. Онан кейін Есін аға, енді сізбен бір нәрсе келісіп кетуге келдім енді. Сіз қай жерде істедіңіз жаңа айттым ғой, тура артыңыздан жүріп келе жатырмын ғой менде. Ертең қызмет бабымен жоғарылап кетіп жатсаңыз, Жайдарман маған қалдырыңыз. Мен жүргізейін Жайдарманды. Келісесіз ба? Келіспейсіз ба? Қатырады екенсіз, келіспеймін, конверт алып алдыңыз ғой. Есін ағаға сыйлық берді деп, маған сыйлық бермеді деп ренжіп отқан жоқсыз ба, Көпен ата? Енді жерлес болғаннан кейін сізге де сыйлық алып келмекші болып Шәуілдірге бардым. Білесіз ғой, Шәуілдірде дым жоқ. Құмнан басқа. Енді құм әкелуге ұялдым енді. Әкемеуге тағы ұялдым. Туған жерінен бір уыс топырақ бұйырмады ма деп айтама деп. Ары қарай сыйлық іздеп шаршап кеттім. Оның бәрін айтып тұра берейін десем, жаңағы жеген қарбызымызға селитра көп қосылып кеткен ба? Сіздермен болған оқым программасы тілектес болыңыздар. Рахмет, көп рахмет айналайын сыйлығыңа. Ішінде дым жоқ, бірақ әйтеуір ойнатып қояды да балдар. Біз де жоқтап қоямыз, біз де ойнатып қоямыз. Мақұл. Жалғастырайық. Ортада Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты, Ару КЗ, Арқалық, Қостанай облысы. Қыздар, қалжылдамай, дірілдемей, емін еркін Арқалықтағы актив залда ойнап отырықты елестетіп ойнай беріңдер. Құрметті көрермендер, сіздер де Арқалықта отырық деп сезініп отырыңыздар. Реті келсе, ата-бабалар аттарын айтып, айғайлап, ысқырып отыруға болады. Көңілдірек Арқалық. Бір-екі жылда кеуге текпесе жақсы болар еді. Ойнап жатырмын. Көбісі мына қыздар сахнаға шығып алады да мұжып тұрып әңгіме айтады деп ренжи береді. Түсіндіріп жіберейін. Біріншіден Арқалықта микрофон шнуровой. Шошаңдап әрле бері жүре алмайсың.
Екіншіден, сахнаның ұзындығы 2 метр, команданы 4 адамнан артық құруға болмайды. Алдында бір балалар сальто жасаймыз деп люстраны сындырып алып, 2 ай ауыл аралап концерт қойып, әрең құтылғанбыз. Үшіншіден, зал лық толы, адамдар бетіңе тіке қарап отырады ғой. Арқалықта енді билет сатылсын, сатылмасын. Біріншіге өтіп кетейік дейтін братандар өте көп. Сондықтан да ұйымдастырушымен, бірақ олар да кешке жақын үйлеріне баратын адам. Сондықтан сөзден ұсталмауға тырысамыз. Сөзден ұсталып қалсаң, кімнің қарындасы екенін шешпей қалуы мүмкін. Бірақ қыздар, қай-қайда жоқ еске түсіре бермеңдер. Қастары қара, көздері қара, шашы да қап-қара. Қыздар, Астанаға келдік қой. Мен жігітпен таныстым. Нұрсұлтан деп айт. Қайдан білесің, кішкентай әріппен айтып тұрған болар? Таныстығымның басын атау септігімен бастап, ілік септігімен ілгерілей келе, аралас құрмалас сөйлемдерді сабақта сұра отырып, тәуелдік жалғауын екінші жағыма сыпайластырып сөйлесіп. Содан? Әңгімем жараспай алды. Неге? Ол тек одағаймен сөйлейді екен. Осы сен танысқан жігіттердің бәрі одағаймен сөйлейді екен не? Сосын ол жігітті лақтырып кеттім ғой. Қалай лақтырып кеттім? Ұялмайсың ба қыз басыңмен? Ертең артыңнан сөз ермей ме? Құрметті жігіттер, неге көп қызбен жүрген жігіт жақсы да, көп жігітпен жүрген қыз неге жаман? Неге жаман дегеннен халықтың сөзі бар емес па? Кез келген құлыпты аша білетін кілт жақсы да, кез келген кілтке ашыла беретін құлып жаман. Көкем ау, есігі жоқ заманда құлып туралы әңгіме айтпай қойыңдаршы, өтініш. Білесіңдер ма, бүйтіп карточканы жақындатсаң есігі өзінен өзі ашыла беретін заманда өмір сүріп жатыр қой. Оның үстіне есіктің ручкасы ұстап көрмегендер бар әлі. Қыздар, қазіргінің болатын әңгімесін айтайық та? Биыл сайлауы жақсы болды. Тоқаев арқалыққа баннерларын іліп, қаламыздың кәдімгі сәні кіріп қалды. Кластасын құсап айттың ғой, президентіміз емес пе? Шынын айтайын, қайдан жиналған дух екен білмеймін. Әйтеуір бәріміз саясаткер, бәріміз білгіш, бәріміз есептегіш болып кеттік қой қазір. Анау шындықты айтып, Ресейде жатқан жерлерімізді беріңдер деп айғайлап, өзіміз 97-ші туылған жылымызда екеміз есімізде жоқ. Қайда елбасы өз ұсынғаннан кейін, баннерге ілінгеннен кейін, халық сенгеннен кейін, бізде сөз еркіндігі болғаннан кейін. Бас жағын қатты айтып, арт жағында жағымпазданып кеткен қалай болды? Көрсеңдер, ойынмен, бірақ сахнада есен талқыласын деп түсінбе не? Қыздар, бірақ сайлау болған жақсы болды бар ғой, әйтпесе бұл фәниде түгел Сәдібек дейтін қамшы ұстар азаматтың бар екен, білмей кетер екенбіз ғой. Қастары қара, көздері қара, шашы да қап-қара. Көбісі бізге айтады, мына қыздар жап-жас болып үлкендердің әңгімесін айта береді дейді. Мен енді дұрыстап тұрып түсіндейін. Арқалықта тұрсаңдар тез қартаясыңдар. Мысалы, 12 жасқа келген балан өзі, қой бүйтіп жатқан болмас деп, торт жасап, кірпік жабыстырып, тырнақ қойып, айфонымның кредитін қалай төлеймін деп уайымдап жүреді. Орта жастағы кісілердің өзі жұмыс жасаймын, ақша табамын деп басқа қалаға кетіп қалған. Сондықтан да шал кемпірдің қасында әңгімесін естіп өстік. Қастары қара, көздері қара, шашы да қап-қара. Қыздар, осы кезде біздің сергіту сәтіміз бар еді ғой? Мынау көбісі ренжиді екен ғой, мына қыздар шығады, айтады, кетіп қалады, дым қозғалмайды деп. Әсіресе Әділқазы алқасында бір кісілер бізден экшн сұрап жүр. Құрметті жігіттер, не әдет ол қыздардың экшн сұрау деген? 5 минут қарайсыңдар да қалады сол жерде ұмытылып. Ертең енеміздің алдына жауап беретін біз. Сондықтан да қазіргі заманның нағыз тәрбиелі қыздардың биін қарсылаңыздар. Ой, бір өте әсерлі би болды енді. Біз Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтының түлектері болғандықтан болашақ ұстаздарымыз. Сондықтан да біздің сөздерімізге мән беріп отырыңыздар. Қазір соңғы жаңалықтарға байланысты елдің тағдырын біз шешіп кетуіміз мүмкін. Енді болашақ ұрпақ тәрбиелеп отырмыз ғой, не дегенмен. Енді біздер ұстаздарға халықтың игілігі ғой деп флешмобқа барамыз. Үндемейсіңдер.
халықтың игілі ғой деп сенбілікке шығамыз, үндемейсіңдер. Халықтың игілігі ғой деп экспоға да барамыз, үндемейсіңдер. Халықтың игілігі ғой деп халықтың атынан дауыс беріп едік, шырда қалдыңдар ғой. Енді айтады, 5 саусақ бірдей емес дейді, бірақ енді ешкімге күйе жақпаған дұрыс. Неліктен сағынбайсың, ұйқымды тағырлайсың, ұмытып бәрін кеттің бе? Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен, жан жағын бақылап, блокнотқа зажигалкамен жаққанда өшірмейтін ручка ұстап жүрген ару кезеді арқалық. Дейді араласқанша. Қара көзіңнен мөлдір, торғай даласын көрдім, сен дала боп едің. Қазақстан КВН одағатынан Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрлігі мен азаматтық бастамаларды қолдау орталығына алғыс білдіреміз. Келесі топ тағы бір үміткер, Нұр-Сұлтан қаласы, Тұран Астана университеті. Тұран Астана. Ассалаумағалейкум, Нұр-Сұлтан! Бәрі жаңа, жаңа президент, жаңа министрлер, жаңа жылдарыңыз жаңа қалада, жаңа әкім, жаңа әкім. Айтса жаңа әкім. Құтты болсын жаңа әкім. Қайдан алдың? Мешіттен. Шатастырып алдым мен жай. Осы деймді аптасына бір аяқ киім ауыстырады. Мен жұмадан қалмаймын ғой. Бүгінгі ойын біз үшін өте маңызды ойын. Нұр-Сұлтан қаласының командасы, Нұр-Сұлтан қаласының күні, Нұр-Сұлтан қаласының намысын қорғайды. Нұр-Сұлтанның алдындағы Астананың намысын қорғаймыз. Оның алдындағы Ақмоланың намысын қорғаймыз. Оның алдындағы Целиноградтың намысын қорғаймыз. Оның алдындағы Бозоқты деген қаланың намысын қорғаймыз. Оның алдындағы Биғазы, Дәндібай мәдениетінің намысын қорғайтын боламыз. Тоқташы жүке. Өзіміздің ақ намысымызды қорғай берейікші. Өзіміз қорғай алмай кеттік қой. Ойбой, мынау намыс туралы айтып жатыр ғой. Мынандай түрмен арық бұл. Қандай намыс сенде? Мынау ата-бабалары қандай болған білмейді. Білмейді. Не мынау, ет жеп болған екен, тіс шығуға болады ғана мен. Не мынау, арық бұл. Не істеп жатыр? Істейлеп жатырық деп ойладым. Сендер мен өйт намысыма тие бермеңдерші. Арық деп. Менде де намыс бар ғой. Макгрегордың өзі арық қой. Макгрегор несі? Қабанбай Батырды үлгі қылмай адам? Қабанбай Батыр кітапта дәу деп берілген ғой. Олар факт жоқ қой үлген екеніне. Киімдері қалған ғой өксілердің. Интернетте заказ беріп қойған жері қайқалама маған. Кешіре. Көпе ата айтсаңызшы кезінде де мен сияқты арық батырлар болған жер. Қабанбайдың артында көрінбеген жер. Үндемей атса айтсаңызшы мыналарға. Кезінде оқыған кісі сол. Ұрыспа ол кісіге. Кешіріңіз көпе ата. Дәулет Кәрібектің өзі бар ғой. Білесің ба? Кезінде бар ғой. Арық болған ғой бұл кісі. Осы жұмысқа жас отанға кіргелі бер семіріп кетті ғой. Болды, қойшы. Білесің ба мен 21 мың теңге алатынды? Тыныштық па сенгі? Анау қиналып кеткен екен, мен де өзімнің қалай қиналып алғанымды айтайын деген ғой. Бірақ мен әкеме риза болдым. Сол кезде ойлаған ғой, үйде жатып ақша табуға болатын. Олай болса, көп балалы отбасынан шыққан Тұран Астана. Кетті! Біздің елордамызда осындай көп адам жүреді, бірақ жұмыстың бәрін бір-ақ адам істейді. Қайырлы кеш достар, әлемде пара деген ұғым мүлдем болмаса. Жәке, менің балам жұмысқа алған үшін рахметін білдірейін деуін. Рахмет көп. Ой, ұмытып кетіппін ғой. Бұдан параң дұрыс еді ғой, сенің құрсын. Бұл біздің жай ғана фантазиямыз. Полиция қызметкерлері аттестацияны осылай тапсыратын сияқты. Оңға! Кері бұрыл!
Осындай да қызық болады екен. Көріпкел мұғалім. Саламатсыңдар ма оқушылар? Ей, Орынбек сабаққа не үшін келгесін? Сен бәрі ертең бомж боласың. Қайта берейік. Фокусник ағамыз аяқ астынан ауылдың әкімі болып кетсе. Саламатсыздар ма ауыл тұрғындары? Ауылға газ. Ауылға су. Мықты ғой. Ауылдың жолдары. Оппана кісін қоян қып жеріппін ғой мен. Кезінде тойда оператор болып жұмыс істеген ағамыз жаңалық түсірсе қалай болады екен? Қазіргі таңда Қазақстанда 20 миллион тоннаға дейінгі мұнай өндіру жоспарлануда. Осы уақыт. Ей, не істеп жатсың е? Ойбай, столыңды түсіріп жатырмын. Қуасың ба, мені түсірмейсің ба? Мен ғой жүргізіп жатқан. Ертең столында дәм жоқ екен деп айтады ғой. Мені түсірі. Мен ғой жүргізіп жатқан. Давай. Сол 20 миллионға жоспарланып жатқанды қазір 3 компания бірігіп жүріп 18 миллионға. Қайда кетіп баратсың? Қайда? Айта берші, темекі шек білек бар бе? Қуасың ба, бері келе. Достар, ойын соңда. Жалпы біз қазақтарды барлығы аз деп жатады. 18 миллион азақпыз деп жатады. Исландия деген елді естігесіздер ма? Исландиялықтар бар ма залда? Ассалаумағалейкум. Алдын отырып алыпты. Вот Исландия елінде 300 мың халық тұрады екен. Ойлаңыздаршы, 300 мың халық бір елде. Қайрат Нұртастың подписчигінен аз ғой ма? Ойлаш, Қайрат Нұртастың подписчиктерін бәрі жиналып, Исландияны жауламаса. Ойлаш сен. Бірақ тыныштық керек, тыныштық. Тыныш бол. Президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев мырза айтқандай, 300 жалынды жастардың қатарына енбесек те, жартылай финалға өткен жігіттердің тізіміне енгісі келетін Тұран Астана. Рахмет. Жарқырап жайнай берші, сен нұр солудан. Бәркелді, енді бүгінгі сайысымызды аяқтайтын тағы бір топқа кезек береміз. Ортада Нұр Үміт өнер орталығы Шымкент қаласы миллион. Шулап бәрі миллион шықты тағы, дәкәнса деп біз шештік, боламыз чемпион әлі. Миллион Шымкент молодой, көрермендері дорогой, ұрындары золотой, бақшығын қаншап қой. Амандық бізден, саулық сіздерден болсын көрермен! Ой, міне, бүгін әдемі ойын, міне керемет әділ қаздар алқасы отыр. Арасында міне ең сүйікті ағамыз Ерлан ағамыз отыр. Мынау қазақта мәрт жігіт кім десе, мен ойланбастан Ерлан ағамды көрсетіп едім. Себебі халықтың көңілін көтерген жайдарманшыға өз атынан әр ойын сайын айфон сыйлап отырады бұл кісі. Айфон? Иә, қандай керемет мәрт ағамыз. Ой, кішкене әзілдеп керемет болсын. Бұл айфон бергеннің өзі біраз жерде өсек әңгіме болып кәмгөгу. Кім өсек деген емес та? Бұл iPhone X тігетінде қақтан шыққан байбатшы болды ол. Менің ойымша ол бір бай қатын ұстап алған ғой ол. Айтпаса қақтан не қылады ол? Ондай емес, мен естідім ғой. Мына Артемда бір татар кемпір бар дейді, соған оқытылады дейді. Оқытылады. Анау қасындағы Дәулет бәрі оқытылады екен ғой соған. Ымы жұмысы бар ғой Дәулет. Геннадий Чипавский. Қызылордаға теплицасы берген. Арасына білдіріпті егеді екен ғой сен. Бақтиярын қайықтан чемпион болып жүрсің, перчаткасы оқытылған дейді өкін. Бәрінің ымы жұмысы бар ғой, әшейін хат жеді ғой Дәулетің. Қазір білдей төраға болып отыр, оқытылады бәрі. Өткенде бәрі кәдімгі татар кемпірдің алдында оқытылып отқан көріп қойдым ғой мен. Сен не жүрсің ояқта?
Сен неғып жүрсің ояқта? Не жұмысың ба? Құрсын неме? Сонша қарап тұрсың. Кішкене ұят болады, ондай өсек айтып кішкене ұят деген нәрсені білмесіңдер ма? Қойшы айқайлай бермеш, ұялғанымыз осы біздің. Ұялғаның мынау ба сенің? Жоқ, сөздің шыны керек, соңғы кездері сенесіздер ма, сенбейсіздер ма, жаман қатты ұялып жүрмін. Біреудің көңіліне тиіп қалама деп жаман қорқам. Айтпақшы Есен аға, анау алдыңғы ойында қазылар алқасында кімді жинап алғансыз? Бір болмайтын, туылған емес, туған болады деп болмайтын сөзден ұстап алды. Мынау жайдарманшылардан қазақ тіліне тиетін қауіп жоқ, сөздің шыны керек, дұрыс па? Шынымен қазақ тілінде жанасып баратса ғой сол кісілер. Анау басшылықтағылардың сөзін түзесін, дұрыс па? Дұрыс па? Дұрыс. Жоқ, ол туған деп болмайды сөзден ұстап, үш қойып ұшырып жеріп мысалы, өт тұрған жерімізде. Ол бір-екі сөзден қателескен, ол менікем кінәлім емес. Түсініп отырсыздар ма? Болатын баланың бетін қақпа берін бұл дейді. Мына жастар жылы болғаннан кейін, жастар ғой деп бір кезектен тыс өткіз жермейсіз ба? Ақыры кезектен тыс өткізіп атыстар ғой барлық нәрсе, дұрыс па? Дұрыс па? Қарасай. Бір ақыл үйреткенде боласың да. Жоқ, шындық жақпайды білем. Деп айтайын десем, ұялам, білмейм дейші деген. Ендеше өткен ойыннан кейін жанкүйерлерінен ұялып жүрген миллион командасы кетті! Сонымен тамашалаймыз, еш нәрсеге басын қатырғысы келмейтін молда. Оңбаған неме, мен саған көрсем түсіндің ма? Менің төркіннің арқасында шалқайып жүрген шығарсың, оңбаған десе, саламатсыз ба, ата қалайсыз? Менің күйеуім мені күніге ұра береді. Отбасымда береке қашты, быт-шыт болып жатыр, не істейміз? Ажырасып кетсеңдерші. Үйтіп береке жоқ болса ажырасып кетесіңдер. Айлақ бақытты болып кетесіңдер, ортада бала шаған қам үшін сәл шыда деп ештеңе айтпайсыз ба? Болмаса сөйтсеңдерші сендер. Ол да болады. Сонымен тамашалаймыз, соғыста да жаулар бір-бірін сағынады екен. Ойбай, кешіріңіз. Мәке, қалайсыз? Қалай жағдай жақсы ма? Соғыста тұрасың ба, брат? Өтінші. Кесеңші, әңгіме соқсақ та кесек. Қалайсыздар, амансыздар ма? 2 жыл бұрын жаман қырып кеттілер, әзде? Жоқ, сіздер де жақсы соқсыңдар о кезде. Қасайдың айырын тіліп кеткенсің ғой сені. Айып еттейсің, онда. Мәке, бүгін тірі қалатсақ бір жерге отырайық, Сонымен тамашалаймыз, WhatsApp желісінде отыратын жігіттердің басынан дәл осындай жағдай өткен шығар. Ассалаумағалейкум жігіттер. Мына Тәуелсіздік көшесіне сергек қойылып. Тәуелсіздік көшеде бір камераға тәуелді болып қалдық қой дeur. Жай жүріңдер, штраф төлеп күйіп отырым қазір. Давай. Петя кешегіде видео жібермесе, тура үйдегілердің көзін жөдірім, ашып қал, масқара болым ойы. Адам бар. Рахмет. Сонымен тамашалаймыз. Қазіргі таңда асабалардың түр-түрі бар. Сонымен көреміз, қатты сумаңдап, килікпейтін жерге килігіп, жалмаңдап қалған асаба. Жан, бәрін дайындап қойдыңдар ма? Жан, бәрін дайындап қойдыңдар. Сөйтіп қауырлады ғой? Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Жағдайларың жақсы ма? Жақсы. Той құтты болсын. Ой, рахмет. Әулеттеріңіздің атын жазып алайық әпке. Манапайыптар әулеті. Манапайыптар әулеті. Күйеуіңіздің аты, өзіңіздің атыңыз? Елмира деп жазып қой, өзім өсірдім. Бақтым, қақтым. Елмира, күйеуіңіздің аты? Елмира деп жазып болды, өзім өсірдім, өзім бақтым. Сіз өсірмей, мен өсірген жоқпын ғой? Елмира деп жазып қойсаңызшы. Ол мақұл. Күйеуіңіз жазып қой керектен, елге төс қағыстыратын сіз емес құдамен, күйеуіңіз болу керек қой, бел құда. Күйеуім жоқ. Ажырасып кеткенсіз ба? Сотталып кеткен ба? Басқа қатын алып кетті ма? Тастап кетті ма? Ойбай, ұят болған екен. Қойсаңызшы, жындысыз ба я? Жылаттыңыз ғой маған, той кезде шырқан бұзып, қандай асабасы өзі? Мынау кім? Ортаншы қызым. Асырап ағасыздар ма?
Жоқ, ұқсамайды екен де сіздерге. Маған кешіріңіз. Есіміңіз кім сіздің? Марал. О, Марал, әпке жездемен шығасыздар ғой. Күйеуіңіздің аты? Жоқ. Немене бөле үйлеріңізді еркек шақырдырмайсыздар ма? Жазып қой керек та мынерге. Сіздің есіміңіз әпке? Әйгерім Нұрлыбек деп жазып. О, Әйгерім Нұрлыбек. Күйеуіңіз бар ғой соның? Жоқ, сондай бірге тиіп алам қазір осы жерде. Сонымен жалғастырамыз. Мектепте болған жағдай. Жүрбе, алдыма түс. Саламатсыз апай. Берке бер, неққа тұр. Саламатсыз ба? Майра апай сіз ба? Ерболаттың әкесі болам мен. Есімім Қанат. Мынау сізді ұрды деп жылап барды үйге. Кешіресіздер. Жоқ, кешірім сұрамаңыз. Кешірім сұрамаңыз. Одан беттер ұрыңыз. Аузын айырып тұрып ұрыңыз. Мынаның бар ғой. Мен әкесі ретінде айтайын, мен пәлен демеймін. Сіз әкесіз ба? Иә, үйге жылап, шешесіне жылап келіп отыр. Апай ұрды деп. Сосын мынаның одан беттер ұрдың ақ айтасың деп шешесіне бір ұрып алдым сөйтіп. Мен сізге айтайын. Жіберей. Ешкім апайдан таяқ жеп өскен ешқайсымыз жаман болған жоқ. Ой, білдей Бақтиярдың өзі таяқ жеп өскен. Ой, бәріміз таяқ жегенбіз, дұрыс па? Сондықтан мына оқушының, мына баланың еті сіздіңкі, сүйегі менікі. Аямай ұрыңыз, оқымай ма ұрыңыз. Еті менікі сіз? Өзім жауап берем әкем. Жарайды, жүр. Еті менікі сіз? Смела. Сабақ сұрамас, айтпаса ғана ұрыңыз, апай. Бет алды, ұра бермеңіз. Сабақ айтпаса ма? Иә, мағанда сау сүйек керек. Жарайды. Сүйегі сіздердікі еті менікі жарайды. Оны өзім жақсылап шыға беріңіз. Өзім жақсылап не қылып қалам, жақсы сау болыңыздар. Абай Құнанбай оқып келдің ба? Оқымадым. Мен саған не көрсетергем? Міне, құрметті ата-аналар, апайы соғып атқан жерде ұстап алды. Рахмет достар. Айтпақшы, бір минут, мен араларыңызда мен анам келіп отырады, қолдауға қошемет ұрып қойсаңыздар, Ой, керемет. Астананың бір қызымен жүріп атырын демем ғой, мама. Соғызын таныстырып қойын, болашақ келініңізбен танысып қойыңыз. Қайсы? Ялып атыр ғой, ялтпаса едің. Ялып атқан түк жоқ, сүйіскенде бәледіз тұрсай? Жоқ. Қайсы анау көк көйлек тұтқан қыз ба? Ана көк көйлек тұтқан қыз ше? Ой, ана қолында баласы бар ғой. Айтпақшы мама, немереңіз бар. Прости меня, мать. Я выбрал свою дорогу. Твой сын КВНчик. Миллион халық болса да, сағынады саспадық. Төртеу болып серттесіп, жайдарманды бастады. Анам үшір қуанып, балалары сүйылса, батаңды бер маматай, чемпион болам бұйырса. Мама саған сөз берем, чемпион болам бұйырса. Осы жолды таңдадық, не надо остановиться. Рахмет, сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Шымкент қаласынан, Нұр Үміт өнер орталығынан миллион командасы тойда жолғайық. Күнде дума той болған Шымкент, жақсы ізгі ой болған Шымкент. Құрметті достар, осымен сайысымыз аяғына жақындап келеді. Барлық топтарды сахна төріне шақырамын. Командалар сахнаға. Бүгінгі сайыс туралы Дәулет Кәрібек. Ассалаумағалейкум, қадірменді ағайын. Жайдарман бұл талай жайдар жастардың басын қосқан, нағыз өнеге ордасы, нағыз тәрбие ордасы. Жайдарманның жігіттері, қыздары әрқашан ол елдің саяси өміріне белсенді араласатын, кез келген жағдайда әзілмен жеткізе білетін, сөздің атасын түсінетін жігіттер. Сондықтан да ойыннан ойынға аман есен жете беріңіздер. Ерлан Андаспаев. Ереке, бүгін сізді біраз әзілдеді енді. Қазір сол туралы айтамын дейсің.
кеш жарық жастар. Бүгін бір керемет бір кеш өтті. Шынымен күліп, өзіміз көңілденіп. Сондықтан қуаныштымыз. Осындай әзілдер әрқашан дами берсін. Шынымен біздің жастар сахнаға өздерін көрсеті арқылы, шындана арқылы, белсенділік көрсетіп, бәйге шауып, ары қарай өздерін мықты дәрежеге көтере біледі деп ойлаймыз. Әрине көптеген әзілдер ару кейзеттен өзім негізінде шынымен сіздерді өзім көтеруге тырыстым әрқашан. Сіздерге әрқашан басқаша қарадым. Өйткені аруларымыз осы жердегі сіздер ғана, тек төртеуіңіз. Басқа жігіттер ары қарай мықты бола беріңіздер, бірақ бүгін әзілдер мықты болды, керемет болды, қуаныштымыз. Рахмет. Геннадий Шиповских. Кеш жарық құрметті қауым, ардақты ағайын, құрметті жайдарманшылар, есаға. Енді расында да бүгінгі ойын шынымен де өте қызықты болды. Мен барлық әріптестерімнің айтқан тілектеріне толықтай қосыламын. Айтайын дегенім, жалпы осындай ойынға аман есен жете берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әрине ең бастысы әзіл күлкі витамин деген секілді, сондықтан да ары қарай өстіп жарқырап жүре берейік. Рахмет. Бақтияр Артаев. Қайырлы кеш, құрметті достар, өнер сүйер қауым, күлкі сүйер қауым. Жастарға біріншіден шексіз алғысын білдірім келеді. Алла ұзақ ғұмыр берсін, сәттілік тілеймін сендерге. Осы әрқашанда осындай көңіл-күй сыйлағандарына рахмет. Ең бастысы бұл жерде маған ұнағаны көп командаларда бұрында бізде қылайды. Командада капитан бар, капитан ғана жалғыз ойнайды, басқасы жай ғана тұрады. Бүгінгі ойында мен көргенім, бұл жерде команда ойнады, сондықтан жігіттер өсіп бассындар, өркенде бассындар. Жеңістеріне қуанышты күндерің көп болсын, елді қуантып өсіп жүре беріңдер. Көп рахмет. Көпен Әбірбек. Енді әңгіме бұл бәйге алуды емес, бәйгеге қатысқанның өзі бәйге алғаннан артық деп ойлаймын. Бір-бірінің кемістігі жоқ. Бір ғана мынау дастанның бір өзі бір театрға айналып кететіндей бейім бар екен, соған қуандым. Кейін кездерде қатысып жүрген жаңағы Ерлан бауырым айтты ғой, мына қыздардың ойыны жақсы. Қазақ ұлттық университетінің Алматы Әл-Фараби атындағы әуелеп ұшқан 6 қыз сияқты қандай әдемі, жарасымды, арқалықтан келген ару кейзет қандай әдемі. Бұның ішінде бұрыннан қатысып жүрген осынша барлығы да мен бақылап қарап отырдым. Енді мына батырлар жөнінде кішкене айтқанда оны әспеттеп, патриоттығын айту керек, оның бойының кішкентай ұзындығы нәрсе емес қой. Сол жерінде кішкене әңгіме насихаттауда ғой. Мына Қаракерей Қабанбай қайда жатыр, білесіздер ме? Көрермендер. Қайда? Қаракерей Қабанбайдың сүйегі қайда жатыр? Мынау 30 шақырым жердегі Қабанбай ауылында Қошының ар жағында жатыр. Сол Қабанбай бабамыздың сүйегін арнайы комиссия қазып зерттегенде қанша отырып, бойы қанша болған? 3 ғасыр бұрынғы қураған сүйегінің өзі 2 метр 18 сантиметр болған. Міне біздің бабаларымыз қандай болған? Оның бойының да ұзындығында емес, ойының да биіктігінде емес, оның әңгіме жүрегінде, батырлығында ғой. Біздің жайдарманның несі осы бабаларымыздың қазақтың ұлтын, дәстүрін сақтаған осы жайдарман арқылы беріліп, үлкен ары қарай дамыту керек. Әңгіме мәдениеттің, әдептіліктің, халқымыздың салтанасының ұрығын егуде. Мінекей бүгін ұрығын егіп жатыр, ол ертең қалың егін болып өсіп өнетініне мен сенемін. Бәрекелді. Енді марапаттауға көшейік. Қымбат достар, сіздерге бір хабарландыру. Және де құрметті көрермендер, жайдарманшылар, тағы да бір маңызды ақпарат. Өздеріңізге белгілі, сәуір айында бізде ширек финал ойындар болған болатын, оған байланысты кейбір командалар ұталмай қалған болатын, өздеріңізге белгілі. Сондықтан да жаңа осы ойынның аяғы жағында біз қазылар алқасымен ақылдаса келе, алдағы уақытта жартылай финалға қандай командалар өтетінін анықтадық жалпы.
ақылдастық. Енді ары қарай біздің ағамыз оны ақпаратта көрермендерге, жайдарманшыларға жеткізетін болады. Рахмет. Рахмет. Жалпы бұл сайыста бас жүлдені жеңіп алған топ автоматты түрде жартылай финалға жолдамалатын болады. Бізде осындай шешім. Енді марапаттау үшін ортаға Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрлігі жастар және отбасы істері комитетінің төрағасы Қожахмет Мадияр Дүйсенбайұлын шақырамын. Армысыздар, құрметті өнерсүйер қауым, құрметті жастар. Бүгін осы жайдарман ойын форматының үлкен жетістіктерінің бірі қазір көріп жатырмыз. 20 жылда үлкен жетістікке жетіп, еліміздің осы қазақ тілін дәріптеуде, біздің қазақ мәдениетін көтеруде жасқан үлкен үлесімен халықтың, әсіресе жастардың құрметіне ие болып отырған ойындардың бірі. Бұл тек қана қазіргі таңда жастардың шығармашылық және басқа да бастамаларын көрсететін ойын ғана емес, әлеуметтік лифтке айналды деп санауға болады. Өйткені біздің осы жайдарман форматынан шыққан жастарымыз телевидениеде, басқа да жерлерде өзінің белсенділігін көрсетіп, біздің жаңа жарқын жұлдыздарды өсіретін бір орта болды деп есептеуде болады. Соған есен ел өткенде осы арнайы рахметімді айтуға рұқсат етіңіздер. Бұл жұмыс әрі жалғасады деп ойлаймын. Өйткені мемлекет тарапынан осы жайдарман ойындары, қазақша КВН ойындары әрқашанда қолдауға ие болады. Мектеп тарапынан, университет тарапынан, жалпы осындай кәсіби ойын тарапынан, мемлекет тарапынан әрқашанда қолдау көрсетіп, ары қарай жоғары жетістіктерде жететімізде үміттенемін. Барлықтарың сәттілік, ойын үшін рахмет. Рахмет. Енді марапаттауға көшейік. 3-ші орын Қазар алқасының шешіммен Оқымпы құрамасы Шымкент. Екінші орын Қызылорда Қоғалкөл құрамасы. Және бас жүлде және жартылай финалға жолдама Миллион Шымкент. Қымбат достар, тағы бір, енді биыл жастар жылы ұйымдастыру алқасы, Қазар алқасының ұсынысы бойынша тағы бір 2 командаға жолдама береміз деген шешім шығардық. Ол 2 жолдамаға ие болған команда Қызылорда Қоғалкөл және Тұран Астана. Баршаңызға рахмет. Қымбат достар, жайдарманның жайдар сайыстары жолыққанша аман сау болыңыздар.